Өшін алып жүр деген Тұрсынбек Қабатовтың жары ене туралы алғаш рет пікір білдірді. Тұрсынбек Қабатовтың жұбайы Айман Талғатқызы әлеуметтік желіде өзіне бағытталған жағымсыз пікірлер туралы өз ойын айтқан болатын. Оның сөзінше, өзіне қарғыс айтып, ауыр сөз жазатындардың басым бөлігі егде жастағы әйелдер екен. Соған қарай ол өзінің пікірін білдірген болатын. Маған негатив жазғандардың 90% апалар, енелер, құдағилар екен. Өздері кезінде көрген қиындықтарының ащысын әлі де іште сақтап жүргендей деп жазды ол. Айман Талғатқызы қазіргі жастардың жеке шекараны құрметтейтінін атап айтып өткен болатын. Үлкендердің де әлеуметтік желіде өзгелерге құрметпен қарауы маңызды екенін айтып жеткізген болатын. Тұрсынбек пен Мөлдірді бірге көрсек екен деп армандап отырмын. Ең болмаса дос ретінде балалар үшін қалса екен деп. Тұрсынбекті де Мөлдірді де құрметтеймін, сыйлаймын. Екеуі де негізі өте жақсы адамдар. Білмеймін, бір шын жүректен соны тілеп отырмын. Ең болмаса дос ретінде бала шағалармен бірге бас қосып тұрса екен деп. Мөлдір мен Тұрсынбек екеуі де тойда болса екен. Ең болмаса дос ретінде балалардың алдында әр қуанышта бірге болса екен. Қонаққа бірге барса екен. Тұрсынбек пен Мөлдірді бірге көрсек екен деп армандап отырмын. Ең болмаса дос ретінде балалар үшін қалса екен деп. Тұрсынбекті де Мөлдірді де құрметтеймін, сыйлаймын. Екеуі де негізі өте жақсы адамдар. Білмеймін, бір шын жүректен соны тілеп отырмын. Ең болмаса дос ретінде бала шағалармен бірге бас қосып тұрса екен деп. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Selma. Басташ. Бүгін менің екінші экзаменім болды. Бірінші экзаменнен 50-50 алдым. Енді екінші экзамен результаты бүгін кешкі 10-да келеді. Құтты болсын. Айыры сен айым өткен дайындалып жүрген видеоларын салсам бола ма? Есек болған. Давай сесі бүгін результат күшті болса. Есекпен бол. Есекпен бол. Есек болған қалай сейсің? Сен біздің ақын болу? Короче. Талсыш. Сен біздің ақын болу? Короче. Бір айтайыншы. Мысалы есіңізге отыр. Кішкене, пожалуйста. Сен біздің ақын болу? Жаңа көрдім. Адына жұрт мақтаған құмар едім. Бір сайрап берсең қалқам. Өзім естіп. Рас па екен жұрттың сөзі сынар едім. Короче, екінші экзаменде Нөриса онлайн ма? енді результаты күтеміз. Дос, айым қуаныштымыз сен үшін. Я тоже рада. Бітті экзаменде. Это только начало. Қуаныштымыз.